Армысыздар қазақ елі, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл YouTube арнамда мен инвестиция туралы және акция, облигация туралы айтатын арна болып табылады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай Қазақстан акцияларын алсақ, осы жылы дивиденд алуға мүмкіндігіміз бар. Сол сұраққа жауап беретін боламын. Егер акция деген не екенін білмесеңіз, қалай табыс табуға болатынын білмесеңіз, өткен видеода түсірген болатын толық. Сол видеомды бір қарап өтіп шығыңыз. Енді видеоны бастамас бұрын мен арнама тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бүткіл комментарийға обязательно түрде жауап беремін. Ендеше бастайық. Қазақстандық акциялардың табысы 2025 жылы дивиденд алғың келсе, қазір сатып алатын акциялар. Ол қандай акциялар болып табылады? Бірінші акция бізде Халық банк акциясы. Бәріміз білеміз, Халық банк біздің Қазақстандағы ең үлкен банктердің бірі. Бұрыннан келе жатқан. Халық банк өткен жылы 2 рет дивиденд төледі. Көктемде және күзде. Биыл көктемде тағы да дивиденд төлейді. Қазіргі бағасы, бір акцияның бағасы 302 теңге, дивиденд құны бір акцияға 29 теңге. Егер сізде 100 акция болса, Халық банктың 2900 теңге дивиденд алатын боласыз. Енді реестрге енгізу күні. Реестр дегеніміз не? Реестр дегеніміз дивиденд төлемес бұрын акционерлердің, Халық банк акциясын ұстайтын акционерлердің тізімі. Егер мұнда жазылғандай 5 мамырға дейін сіз Халық банк акциясын иегері болсаңыз, онда сіз дивиденд алуға құқығыңыз бар. Төлемнің басталуы 22 мамырдан басталады. Бірақ 22 мамыр сізге дивиденд түспесе уайымдамаңыз, өйткені дивиденд кейде бір айға дейін созылады дивиденд түсу. Сондықтан 5 мамырға дивиденд алсаңыз, сіз бір акцияға 29 теңге дивиденд алатын боласыз. Дивиденд туралы мен өткен видеомда толық айтқан болатынмын. Бұл пассивтік табысқа шығудың бірде-бір көзі. Акционерлер, әсіресе ұзақ мерзімде инвестиция жасайтын акционерлерге ол дивиденд деген өте үлкен бонус деп айтсақ та болады. Халық банк акциясы туралы түсінікті. Енді екінші Кигок. Кигок бұл Қазақстандағы ірі монополистердің бірі деп айтсақ та болады. Неге? Өйткені бұл бүткіл Қазақстан бойынша электр жүйелерін жасайтын бір және ең үлкен компанияның бірі. Біз бәріміз электрмен қолданамыз, күнде светпен қолданамыз, күнде сотка, ноутбук, тағы басқа нәрселердің бәрін зарядтаймыз. Соның барлығын электрмен қамтамасыз ететін компания Кигок. Бұл компания тоже жылына 2 рет дивиденд төлейді, көктемде және күзде. Былтыр тоже күзде төлеген болатын. Қазіргі бағасы 1473 теңге. Қазір төлейтін дивиденд 81 теңге. Бұл 2024 жылдың екінші жартыжылдығы үшін дивиденд. Енді қай кезге дейін біз алып үлгеруіміз керек? 28 мамырға дейін егер акцияларын алсақ Кигоктың, онда сіз дивиденд аласыз. Дивиденд төлем басталу күні 4 маусымнан бастап дивиденд төлеп бастайды. Мен айттым ғой, күзде тоже дивиденд төледі. Ол кезде 82 теңге болған. Сонымен 2024 жылға толық дивиденд құны 163 теңге болды. Соның арқасында дивиденд құны қазір бір акцияға шаққанда 10-12% пайда алып келеді. Бұл өте жақсы көрсеткіш, және де ұзақ мерзімде дивиденд алғысы келетін акционерлер болса, бұл Кигок таптырмас компаниялардың бірі. Және қандай да бір кризис болсын, акциялар құлап жатса да, Кигок ол бір орын ұстап тұрады. Өйткені қанша кризис болса да, адамдар электрмен және ай сайын төлемдерін жасап отырады. Үшінші компания Эйр Астана. Бұл компанияны бәріміз білеміз. Қазақстандағы ең ірі компаниялардың бірі. Бірақ IPO-дан кезінен бастап акциялар құлдырауға ұшырап жатыр. Қазіргі бағасы 716 теңге. Осы жылы ең бірінші рет, ең алғашқы рет дивиденд төлеуге акционерлер ұсынған болатын. Дивиденд бір акцияға 17 теңге және плюс
арнайы дивиденд немесе орысша спецдивиденді дейді ғой, 36 теңге. Сондағы шақса 52 теңге көлемінде дивиденд аласыз. Бір акциядан 52 теңге дивиденд, бағасы 716 теңге, өте жақсы көрсеткіш тоже. Нақты датасы күні қашан дивиденд төлеп басталатын әлі айтылған жоқ. Бұл Гокадан кейін нақты болады. Гока дегеніміз не? Бұл Гока дегеніміз компанияның акционерлерінің жиналысы. Сол жиналыста қай кезден бастап дивиденд төлеп бастайды, сол жерде айтылатын болады. Бірақ егер уже келесі аптада алып бастасаңыз акцияларды, онда үлгересіз әлі де. Келесі компания бізде бұл Қазмұнайгаз. Жылына тек бір рет дивиденд төлейді. Жыл сайын тек осы көктемде немесе жазда. Қазіргі бағасы 14739 теңге. Бір дивиденд бір акцияға 573 теңге дивиденд төлейді бір акцияға. Нақты күні қашан төлейді басталатынын әлі тоже айтылған жоқ. Гокадан кейін, акционерлер жиналысынан кейін нақты айтылатын болады. Мен бұл информацияны жедел түрде Telegram каналымда жазып отырамын. Егер сіз бүткіл жаңалықтарды уақытында білгіңіз келіп отырса, онда мен Telegram каналыма жазып қойыңыз. Сілтемесі видеоның астында болады. Келесі компания тоже Қазтрансойл. Бұл да соңғы уақыттар көп өсе бермейді, бірақ тұрақты түрде жылына бір рет дивиденд төлейді. Қазіргі баға 816 теңге, дивиденд құны 86 теңге, примерно 10% бір акцияға шаққан кездегі. Нақты бағасы тоже Гокадан кейін, акционер жиналысынан кейін белгілі болады. Келесі компания Казатомпром, мен жақсы көретін компаниялардың бірі. Өйткені бұл компания уран өндіруші компания. Уран біз Қазақстан бойынша уран запасы әлем бойынша 46% біздің Қазақстанда. Ал Казатомпром ол бірде-бір ең үлкен компания. Даже Қазақстанда емес, бүткіл әлем бойынша ең үлкен компания. Қазіргі бағасы 17494 теңге. Дивиденд құны 1264 теңге бір акцияға. Енді реестрге енгізу күні 16 шілдеге дейін егер акциясын сатып алсаңыз, онда 17 шілдеден бастап дивиденд төлеп бастайды. Сіз дивиденд алуға құқығыңыз бар. 16 шілдеге дейін үлгеру керек. Енді кеше Telegram каналымыз және Threads парақшасында жазған болатынмын осы туралы. Көптеген сұрақтар болды. Сол сұрақтардан іріктеп, өзіме деген қызық деген сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Бірінші сұрақ, дивидендтер тек 2024 жылы акция сатып алғандарға төлене ме? Әлде фиксация күнінде акция иеленгендерге ме дейді. Қараңыз, егер сіз бұл дивидендтер 2024 жылға дивиденд төленіп отыр ғой, бірақ жаңа реестр акционеров деп айттым ғой, әр датасы. Мысалы, міне Казатомпромды алсақ, 16 шілдеге дейін сіз акцияны қазір сатып алсаңыз, 2024 жылы сізде бұл акция болмаса, бірақ сіз сонда да дивиденд аласыз. Неге? Өйткені ең маңыздысы, ең бастысы, сіз реестр акционеров, то есть сол күнге дейін сатып алуыңыз керек акцияны. Түсінікті ғой да? Ал егер сіз 2024 жылы сізде, например, Казатомпромның акциясы болды, бірақ сіз реестр акционерге дейін 16 шілдеге дейін акцияны сатып жібердіңіз, онда сіз дивиденд алмайсыз. 16 шілдеде сізде акция болса, ол кезде дивиденд аласыз. Түсінікті отырып жауап бердім деп ойлаймын. Енді екінші сұрақ, Халық банкінің акцияларын акционерлер тізіміне ену үшін қай күнге дейін сатып алу керек? Мамырдағы мерекелер мен демалыс күндерін ескере отырып дейді. Енді Халық банк, жаңа айттым ғой да, 5 мамырға енгізілетін күн. Осы күнге дейін сатып алуымыз керек. Бірақ бір ескеретін жайт бар. Біздің биржа Т+2 системасымен жұмыс жасайды. Ол не деген ұғым? Егер сіз, мысалы, 24 күні, немесе 24 емес, 23 күні
акцияны сатып алдыңыз, бірақ ол акция сразу сізде портфеліңізде болмайды, оған 2 күн керек акционерлердің тізіміне енгізу үшін. 23-і алсаңыз, онда 26 күні таңертең сізде уже акцияның иегері болып саналасыз. 2 күн сатып алғаннан кейін 2 күн запаста болу керек. Енді 5 мамырға дейін Халкбанк акциясын сатып алу үшін алда бізде еще мейрамдар келе жатыр. Қай күні алып үлгеру керек? Міне мына жақта календарь, күнтізбе. Бүгін мен мына видеоны сенбі күні жазып отырмын, 26 күні. Сіз егер дүйсенбі күні Халкбанк акциясын сатып алсаңыз, 28 күні дүйсенбі күні, онда 29-30-ы 2 күн жаңа айттым ғой, уақыт кетеді. Бір күні бізде демалыс, екісі күні сіз акцияның иегері болып есептелесіз. То есть Халкбанктың акциясын және дивиденд алу үшін сіз 28 күні сатып алуыңыз керек. Сол кезде нақты сіз дивиденд алатын боласыз. Ал егер 29-ы сатып алсаңыз бір күн кешігіп, онда 30-ы бірі демалыс, екісі 2 күн өтті, 3-4-і демалыс, 5 күні уже акционерлердің тізімі шығады. Сіз үлгермей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан соңғы күн ол бізде дүйсенбі күні сіз Халкбанктың акцияларын сатып алуыңыз керек. Сол кезде акционерлер тізіміне енгізіліп үлгересіз. Бірі күні бізде мейрам, 3-4-і жексенбі, 5 күні уже ол акционерлер тізімі шығып қояды. Түсінікті ғой да? Халкбанк акциясы үшін соңғы күн ол 28-і дүйсенбі, 28-ші сәуір. Бұл сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Үшінші сұрақ, дивидендтер қайда түседі? Тікелей банк картасынан келе ме дейді. Дивиденд тікелей сіздің банк картасына түспейді. Сіз қай брокермен алдыңыз, ол Халық болсын, Жусан, БЦК, Freedom болсын, сол жерде брокерлік счет болады. Дивиденд сол брокерлік счетқа автоматически түсетін болады. Бірақ карточкаңызға емес. Брокерлік счетқа дивиденд түскесін, сіз ол брокерлік счеттан өзіңіздің жеке картаңызға аударым жасауыңызға болады. Түсінікті ғой да? Төртінші, Қазақтелеком қайда деп жазып жіберген? Акциялар мен дивидендке қатысты сұрақ. Қазақтелеком әлі қанша дивиденд төлейтінін және қашан төлейтін туралы айтылған жоқ. Дивиденд төлейміз деп айтылды, бірақ нақты қандай сума, қашан төлеп басталатын ондай информация жоқ. Жақын арада может белгілі болуы мүмкін. Ол кезде міндетті түрде өзімнің телеграм парақшамда жазатын боламын. Бұл видеолар бойынша бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға қалдырыңыз, жазыңыз. Бәріңізге міндетті түрде жауап беретін боламын. Немесе өзімнің телеграм каналымда жазсаңыз болады, онда да сразу желіде жауап беремін. Енді қорытындылай келе бұл видеоны. Егер сен осы акция тіпті келесі аптада Халкбанкты біз түсіндік, дүйсенбі күні алуымыз керек соңғы күн. Реестрге үлгересің. Қалған акциялар келесі аптада алсаңыз, онда реестрге үлгересіз. Және биылғы жылы уже дивиденд аласыз. Көптеген компаниялардың дивиденд табыстылығы 7 және 11% аралығында. Бұл өте жақсы мүмкіндік. Қазақстандық акциялар үшін, мысалы, ақш акциялары дивидендтік табыс жылына тек 2-3-4% көлемінде. Оның қасында біздің акциялар 7-11% аралығында өте жақсы деп ойлаймын. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, осы видеоны сақтап достарыңызға жіберіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, сілтемеге өтіп, менің телеграм каналыма өтіп, сұрақтарыңызды қойыңыздар, сонда міндетті түрде жауап беремін. Бүткіл ақпаратты сол жерде лезде шығарып отырамын.